Мекке жаратқанға құлшылық ету үшін ең алғашқы мешіт тұрғызылған қала. Барша мұсылманның арманына айналған Мекке қаласының сіз білмейтін қасиеттері туралы айтатын боламын. Видеоға лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Менің каналымда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз. Бұл қалада аңшылық жасалынбайды. Тіпті бұл қаланың бұтағын сындыру күнә. Және мұнда жоғалған болмашы затты иемденіп алуға тыйым салынған. Су ішкен жанның тілегі қабыл болады. Адамның ойы да күнә болып жазылатын жер бетіндегі жалғыз мекен. Бұл жерде миллиондардың күнәсі төгіледі. Зағиптің көзі ашылады, мүгедек аяққа тұрады, қиналғанның жолы ашылады. Бұл аймақтағы бір намаз басқа жақтағы 100 мың намазға тең келеді. Әрі мұнда жасалған тілектер мен Алланың арасында перде болмайды. Бұл қажылық орындалатын жер бетіндегі жалғыз мекен. Меккені періштелер қорғап тұрады. Таудай кешірілместей күнә арқалап келген пенде мұнда анасынан жана туылған сәбидей пәк болып үйіне оралады. Меккеге Алла шақырған адам ғана келеді. Әрі мұнда келген адам Алланың қонағы болады. Мекке Алланың ең алғашқы аяты түскен қала және адамзат баласының адам атадан басталған алтын бесігі. Барша әлем мұсылмандарының жүзі бұрылатын құбыла осы қалада. Бұл қалада жәннаттан түскен қара тасты сүю бақытына ие боласың. Мекке Құнанбай қажылық жасап, шәкәрім тәубе еткен жер. Мекке исламның бұлағы, пайғамбарлар тұрағы, жер шарының кіндігі, құбыласы шырағы. Бұл пайғамбар Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлем болсын дүниеге келген жер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.